Майғазиевтің ұлының үйлену тойына баршамыз бүкіл қазақ куә болдық. Тойдан кейін шетел аралап балайын өткізбек болған жас жұбайлардың әлеуметтік желіге салған видео мен фотоларына жұрт шүйлікті. Бірі орамал таққан қызға бұл жатқылық десе, енді бірі қолдап жатты. Дегенмен ел арасында жария етіп салғандары дұрыс па? Сіз қалай ойлайсыз? Тіл көз бар дегендей, балалардың, жас жұбайлардың болашақтарына бұл зиян тимей ме? Орамал таққан қызға бұл жатқылық емес пе? Пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен мамандығым атамның жолын қуғам, әкемнің емес, есепшімін. Қазіргі таңда өз мамандығымен басқа мемлекетте жұмыс істеп жүрмін. Осы жақында ғана келген болатынмын. Осы тұспа тұс келіп қалып, негізі көбінесе әкем айтады, неге осы отбасылық бір жиындарға немесе интервьюларға қатыспайсың, ешбір естелік жоқ сенімен деп. Расында көбісі ойлайтын шығар, мынау бір бөтен семьяның баласы шығар деп. Осы жерде бір қызық айтайын. Бір күні осы біздің қыздардың педиатр дәрігеріміз бар. Сол бір күні айтады, мен ыңғайсыз болса да бір сұрақ қояйыншы дейді да маған. Я қойыңыз десем, мына жердегі қыздардың бәріне бір қызық болып жүр. Осы әділет сіздердің Сәкеннің бірінші әйелінің баласы екен ғой дейді маған. Инстаграмнан суреттерді қарасақ, тек қана 3 қызбен түсесіздер, 3 қызбен жаңағы шетелге қыдыратын кезсіздер. Тек осы қыздарды қыдыртып жүресіздер, әділетті қоспай. Сонда мен анау өгей шеше қылып мен жаңағы қоспай жүрген сияқты болады екен оларға. Динараға ұқсағанда мен бір таң қалатын. Біздің әулетке арнап туған сияқты осы біздің келінімізді. Рахмет, той қыласын. Біріншіден, күллі қазақ халқына рахмет айтамын. Тілеуқор болып. Енді қазір менің әлеуметтік желім бір аптаның ішінде 70 миллион таралым жинапты. 70 миллион деген қазақ халқының саны 20 миллионға әрең жетіп жығылса, аржағындағы 30 миллион, 40 миллион, 50 миллион көрермен, оқырман қайдан келді деп мен таң қалып отырмын. Ол біздің тілеуқорларымыз деп ойлаймын. Рахмет баршаңызға. Енді ет қазақтың бірі танитын Сәкен екенімді іштей ұғынатынмын, сезінетінмін. Бірақ тура Әділет пен Әдияның тойы болғанда сонша күллі қазақ қуанады, кеулес болады деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Баршаңызға рахмет. Тікелей эфирде көріп отқан бүкіл менің әлеуметтік желіде отқан тілеуқорларыма рахмет айтамын. Сіздер де осындай той көріңіздер, қуаныш көріңіздер. Және мен аяулы анамның ыстық сәлемін арқалай келдім. Енді өткенде бірнеше рет ағаларымызды, әпкелерімізді қолқа салып алып келеміз деген кезде анамыз жарамаймын деді, денсаулығым сыр беріп жүр деді. Енді қалай қолым қалт етеді, ауылға барып анам батасын алып, аяғына массажын жасап, қолын уқалап қайту міндетім. Оны өзіме парыз деп санайтын перзенттердің бірімін. Сосын өткенде бір апта бұрын, 2 апта бұрын тағы бір барып кеткем. Жақында тағы бар батасын алып кеттім. Анашым, әлі де ойланарсыз. Күллі қазақ күтіп отыр. Сіздің жарты сағат келіп уақыт бөліп бата беріп кеткеніңіздің өзі бізге үлкен мәртебе ет деп, қуаныш ет, бақыт ет деген болатынмын. Бірақ анам шынында бір бөлмеден бір бөлмеге әрең жетіп жүр. Бұл кәрілік дегенді қойсаңыз деп қояды. Енді жасыратың жоқ, анамыз бір айтқан сөзін 5 рет айтып жатыр. Бағана Қалдыбек Құрманалиев ағамыз жайлы басын сызып айтып кетті. Бірақ тойда көңіл күйді түсіргім келмейді. Десек те былтыр әртүрлі оқиғалар орын алды. Соған қарамастан анам, балам, мені күтіп жүрсің ба, ертерек баламды үйлендір. Лажы болса шөбере сүйейін, лажы болса келіннің қолынан шай ішейін деген болатын. Былайша айтқанда анамыздың тапсырмасымен, бұйрығымен осы той болып жатыр десек болады, Алланың қалауымен. Баршаңызға рахмет. Қазақтың бағына туған қаймақтары, сол анамыздың ақ батасы, осында үлкен басы кішірейтіп келіп отқан, бұрын күллі келіннің символ атанса, қазақ келіндерінің үлгісі атанса, қазір Алталаштың аяулана сатанып отырған Зейнеп Ахметова анамыз келіп отыр. Үлкен рахмет айтамыз. Алла тағала ғазиз басымызды төмендетпесін. Қазақтың бағына туған батыр тұлғаның бабын табу, көңілінен шығу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сізге мың рахмет. Қаншама ұлы тұлғаларымыз келіп отыр. Діни басқармадан, муфтияттан осы Наурызбай тағамұлы келіп батасын беріп бастап жатыр.
баршаңызға рахмет айтам. Өнердегі әкелерім, Алтынбек Қоразбаев, баршаңызға, Тұңғышбай аға, Досхан аға, біріңіздің атыңызды айтып, біріңіздің атыңызды атамасам, айып етпеңіздер. Бұндай үлкен тойда жаңылысу, қателік болуы әбден хақ. Енді бүгінгі тойда бізді сынақ мінейтіндер болса, бастарымызға келсін дегім келеді. Той құласа берсін. Баршаңызға рахмет. 100 жылдан түгілмеді ет құдаларымызды көріп, кәдімгі өзіміздің әулет, табиғатымызда, тәрбиемізде, мынау ата әженің алған тәлімінде, ата-ананың берген тәрбиесі де, жалпы әулетіміз бірдей екен. Кеше құдалықта да айтып жатырмыз, өте ризамыз. Алла тағала осындай инабатты, білімді, иманды, саналы, көркем мінезді, көрікті келінімізді бізге тәрбиелеп, баптап ұшырғандарыңызға, біздің алақанымызға қондырғаныңызға біз шексіз шүкірліктермен сансыз мақтауларды бір Аллаға айтқымыз келеді. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын берсін, адамзаттың асылы пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын, әрбір қазақтың шаңырағында осындай той болсын, бір-бірімізге тілеуқор болайық, жақсы сөздер айтып, жақсы ойда болайық дегім келеді. Бәріңізді құшақтағым келіп тұр, құшағым білесіздер, әттең жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп беререм деп тұрмын. Әрқайсыңыздың дастархандарыңызға барып, құшақтап маңдайларыңыздан сүйді деп есептеңіздер. Тойды ұласын, қызбен жасаған жігіттерге, қыздарға, баршаңызға. Алла жар болсын, қайда жүрсіңдер. Алғандарымен қоса барып бірге қартайыңдар. Жақсылық болсын, жаманшылық болмасын. Алла жар болсын. Жатқанда жолдарың болсын, Қыдыр алейхиссалам шылауларыңда болсын. Алла. Аумин. Жүрдік. Жатып жүрейін.